Әлтарза қайырлы күн, бүгін бізде ютубқа старт курсы. Жалпы айтқанда бұл курсты енді алдында естіген жарсыздар. Жалпы ютубтың құпиялары, ютубтан қалай ақша табуға болады, ютубта жалпы жеке бренд, көрілім қалай жинауға болады, қалай подписчик жинауға болады деген секілді өздеріңізді толғандырып жүрген сұрақтардың барлығына жауап алатын боласыздар. Осы сабақта жалпы айтқанда осы курста енді сіздер үшін арнайы портал жасадық, сол жерде үй жұмыстары болады, анау-мынау деген секілді. Бірақ сіздерге бір нәрсе қазір басталмай тұр, келісіп алайық. Үй жұмысын орындамаған адам келесі сабаққа өткізілмейді. Одан соң егер ол кісі 3 рет орындамайтын болса, онда курстан шығарылады және ақшасы қайтарылмайды. Жалпы айтқан кезде не істейсіздер? Сол бұны не үшін айтып жатырмын? Себебі мен ресейлік курстарды өткен кезде бір курсқа жалпы айтқан кезде сол курсқа риза болдым. Себебі сол курсты өткеннен кейін менде нәтиже бола бастады. Жалпы үй жұмысын орындайсың, ода даже 3 мүмкіндік емес, бір рет орындамайсың, сразу курстан шығарып жібереді және ақшасы қайтарылмайды. Вот сол секілді егер сіздер орындамайтын болсаңыздар, ол жұмыстан шыққан соның арқасында бағанағы біздің оқып атқан кісілердің жалпы айтқан кезде нәтижесі өсті және оқыған кісілердің бәрі керемет жұмыстар шығарды, барлығының результаттары нәтижелі болды. Вот содан кейін мен сол тәжірибені көргеннен кейін бұны бізге де қолдану керек деп шештім. Содан кейін осындай тактика қолданатын боламыз. Үй жұмысын орындаған адам келесі сабаққа ауыспайды. Сол этап-этаппен осылай әр сабақты оқып өтетін болып жалпы айтқанда алдағы уақытта енді көре жатасыздар. Әр сабақты бөліп тастаған жаңа форматта тексерістер барлығы болады. Түсінікті ғой? Түсінікті болған болса, сонымен бастайық. Көп созбайық. Мынау мен таныспаған кісілермен бірінші танысып алайық. Енді көп біреу былай досының артынан келді деген секілді әркім әртүрлі болуы мүмкін. Просто сондықтан да бір таныстырып кетейін. Толық аты жөнім Шерім Сапаралы Орынтай. Енді сіздер Сапар деп айта берсеңіздер болады. YouTube маманы, Оян Қазақ деген канал ең алғашқы менің каналым. Осы мен жалпы айтқанда YouTubeқа деген қызығушылығымда алып келген канал болатын. Жалпы YouTubeқа кіргені осы канал себепші болды. Одан кейін Instagram Сапаралы Шерім тіркеліп алсаңыздар болады. Жалпы айтқанда біздің не үшін Instagram тіркеліп алу керексіздер? Сол сұраққа жауап берейін. Себебі мен әр 2 ай сайын жаңа курстарға қатысып отырамын. Сондықтан да мен 2 ай, 3 ай сайын жалпы курсқа қатысқан сайын сабақтарымды жаңартып отырамын деп шештім. Сондықтан да Инстаграмға тіркеліп алыңыздар. Bir жаңадан сабақтар шығып жатса, міндетті түрде жариялап, сол жерде сіздерге хабарлайтын боламын. Сондықтан да Инстаграмда бірге болайық. Одан кейін мынау менің Алтын Сақа каналы. Бұл да менің каналым. Жалпы айтқанда балаларға арналған канал. Бұл каналды не үшін аштым? Себебі сен YouTube маман болғаннан кейін саған әртүрлі адамдар келеді. Біреу бухгалтер болады, біреу вообще медицинадағы адам болады, немесе біреу балалардың контенті, біреулер бизнес канал болады деген секілді. Әркім әртүрлі темада келеді. Саған сол кезде сұрақ қойған кезде сен интернетте немесе біреудің естіп алған әңгімені айтпас үшін, жалпы айтқанда енді сәл ұялу керек қой. Біреудің айтқан әңгімесін қайталамас үшін мен жалпы өзімнің басыма өткізгім келді. Сондықтан да осындай балаларға арналған канал ашып, соны жүргіздім. Ертеңгі сол кісілер келген кезде соларға да жауап бере алатындай. Міне көріп отырсыздар, мына бірақ 6 ай уақыт кетті, 10 мың подписчик жинадым сол кезде. И просмотр 300 мың, 200 мыңға дейін бар. Және челлендждер түсіріп көрдім 1-2 рет. Қалай өте ме, өтпей ме деген сияқты. Солай жалпы айтқанда балалардың контентін былай түсіне бастадық. Бұл сіздерге бұл бір несі, енді алдағы уақытта жалпы айтқанда мамам деген нәрсе ғой. Одан кейін мына Оян Қазақ каналы ең бірінші YouTube каналы аштым. Жалпы айтқан кезде өмірімде ең бірінші ашып, ешқандай білімге, ешқандай жерден оқымағам, Ресейден жерден оқымағам. Просто YouTube'тан, интернеттен тегін ақпараттар қарағанның өзінде бір қараңыз, статистика көрсем просто. Дата регистрация 1 май 2019 жыл. И қараңыздар, неде диапазон дат деген бар. 1 май мен 9 июньнің арасында подписчик менде 30 мың подписчик болған, және 3,8 миллион просмотр. Сол кезде ең үлкен просмотр болған. Bir айдың ішінде 1 миллион просмотр болған, қазір миллионнан асып кетті. Сол кезде бір айдың ішінде 0-ден басталған ғана миллион просмотр жинап, және 30 мың подписчик жинап, мен кәдімгідей соның арқасында басқа кісілердің көзіне түсіп, сөйтіп менің каналым жүргізбеші деп солай ұсыныс келген болатын. Арғай енді білім жетілдірді деген сияқты. Біреуде сұрақ болды, менде $100 ақша, $100 ақша тауыпсың, неге олай деген сияқты. Себебі мынандай болды, бір 10-15-не қарай менде монетизация деген функция ашылды. Оны алдағы уақытта курста толық айтатын боламыз, монетизация деген сабақта. Сол кезде 15-нен санаған кезде бір 10-15-20 күннің ішінде жиналған ақша көрішін ол. Сондықтан да сіздерді сәл түсініспен қараңыздар. Еще мен біраз видеолар монетизацияға өтпей қалғанда болатын. Себебі бір авторлық құқықтар қорғалғандықтан. Түсінікті ғой? Енді алдағы уақытта айтатын болсақ, оның бәрін толыққанды тілде. Жалпы айтқанда бұл жалпы менің результаттарын, нәтижелерін көрсету мақсатында ғой. Одан кейін мынау уролог каналы. Мына урологты не үшін аштым, жалпы айтқан кезде.
Мына урол канал жалпы маған сіздер сияқты енді көпшілік халықты көбісінде біздің сияқтандай қымбат техникалар жоқ, қымбат монтажерлар ешқайсының жағдайы жоқ. Сондықтан да көпшілігі қолдан тек қана бәрінде бар нәрсе ол смартфон. Смартфон арқылы видео түсіріп, сол арқылы монтаждап, ютубқа видео салып, одан просмотр, подписчик жинап, және ең басыларының бірі сол арқылы ақша таба ала ма деген сұрақ болды жалпы айтқанда. Енді көпшілік болады, бірақ мен өзім басыма өтпеген екен, оған былай сенуім де қиын болды. Қалай болады екен деген сияқты. Сөйтіп мына Олжас Иманғалиұлы деген кісіні біз шақырып алдым, түсірдім, ютубқа видеосын шығарып бердім. Мен өзі басында білмегенде бұның жалпы айтқан ютуб каналым бар ма деп жүрген. Сөйтіп бір кезде бұл кісіде бір айдың ішінде 15 000 подписчик болды. Ең үлкен просмотр 400 000 болды. Айына сол кезде уже 400-500 000 табысқа шықты. Және қазіргі таңда уже точкасын ашайын деп жатыр. Осындай медцентр точкасын жалпы еркектерге арналған. Вот осындай бір кереметте бір результат жасаған болатынбыз. Осы Олжас Иманғалиұлының жалпы айтқан телефонға түсіріп, телефон формат монтаж жасап, солай YouTube каналын шығарып, YouTube'ын дамытқан болатынбыз. Енді жалпы айтқанда сіздерде жалпы істей аласыз деген сөз ғой. Ең басы кәсіби тұрғыда дұрыс істесеңіздер болғаны. Вот сондай. Бірақ енді әр каналдың жетістікке жету уақыты әртүрлі. Мысалы айтқан кезде біреулерде бір ай созылуы мүмкін деген секілді. Әркімде әртүрлі. Қазір алда уақыт айтатын боламын. Ол не үшін екен? Мынау одан кейін бизнес бастаудың 8 каналы бар. Одан бөлек Сен ТВ интернет телевидениесі, соның бәрін YouTube каналдарын мен жүргіземін. Жалпы проектісін бәрін. Бизнес бастауда қазір 350 000 подписчик, Нұрсилада қазір уже 230 000 подписчик, ББ-лайфта 32 000 подписчик. Бизнес талқылы, бизнес разбор каналында 20 000 подписчик деген сияқты. Қазір уже 35 000 деген секілді. Енді осындай 8 каналын жүргіземін жалпы айтқан кезде. Енді жалпы айтқанда түсінікті болған болатын болса, жалпы менің маман екенім сенген болсаңыздар, сонымен сабағымызды бастайық. ютубқа старт. Жалпы қандай пайда? ютубта жалпы қандай пайда? Бірінші кезекте жеке бренд қалыптастырасыздар. Оның бірақ қана мысал келтірейін. Миллиардерлер, Игорь Рыбаков деген бар, Оскар Хартман бар, Евгений Черняк деген бар, осы секілді миллиардерлер, өмірінің соңына ақша жететін кісілер барлықтар YouTube канал ашып жүргізіп, содан жеке бренд қалыптастырады. Не үшін? Себебі болашақта кез келген нәрсе сатылатын кезде осы жеке бренд арқылы сатылатын болғандықтан барлықтар сол жеке бренд қалыптастыруға көшті. Енді ол артық не емес шығар, себебі ең бірінші бренд қалыптастыратын болатын болса, егер сіз танымал болатын болсаңыз, кез келген бір бизнесті ашатын болсаңыз да, кез келген бір танымал болып, лидер мнение болғаннан кейін бір затты ойлап шығаратын болсаңыз да, ол затыңыз басқа нелерге қарағанда тезірек өтуі және ол жетістікке жетуіңіз тезірек болады жалпы айтқанда. Содан ақша табуыңыз басқалар қарағанда ықтималдығы жоғары болады. Сондықтан да жеке брендтің маңыздылығы өте үлкен. Алдағы сабақтарымыз бәрінде қазір осыны айтып отырамыз, 1000 фанат деген кезде. Сондықтан жеке бренд, жалпы миллиардерлер ақымақ емес, сондықтан да бір жағынан оны да түсінген дұрыс. Себебі болашақта не үшін? Себебі болашақта кез келген нәрсе осы жеке бренд арқылы сатылады. Түсінікті ма? Бір жағынан жұлдыз болып, фана нелерің болса да жаман емес олай қазір. Түсінікті ғой? Одан кейін екіншісі табыс. Жалпы ютубтың өзінде 5 түрлі табыс көзі бар. Бірақ енді соның ішінде әртүрлі бар. Бағанағы супер чат деп аталатын, мысалы видеоның трансляция болып отқан кезде, стрим болып отқан кезде саған комментарийлер жазып, соны ақылы комментарий жазып, содан ақша түсіріп, еще плюс спонсорство деген бар, еще плюс тағы андай өзінің бір киімдеріңді, бір өзінің футболканы сататын дағы сондай бір функциясы бар деген секілді. Ал енді біз дәл Қазақстанда, олар әлі Қазақстанда пайда болған жоқ, ондай функция ашылған жоқ. Ал Қазақстанға бізге доступны дейді, сондай функцияларын айтайық. Ол болашақта бізде де келеді, бірақ әлі Қазақстанда істеуге болады деген нәрсе ол біріншісі ол бағанағы монетизация, жалпы монетизация просмотрдан, жалпы реклама көрілуден ақша түсетін, ақша сіздерге. Жалпы айтқанда 1 миллион просмотрға бір примерно СНГ-да, Қазақстанда бір плюс-минус $1000 миллион просмотрға плюс-минус $1000 береді. $1000, $2000 арасында. Даже кейбір видеоларға $300 береді. Оның себебі не? Себебі ақшаның олай ауысу себебі бірінші кезекте оның жаттамаңызда, бірінші кезекте оның тұрған жеріне байланысты. Мысалы айтқан кезде Америкада мысалы Америкада $8 төленетін болса за бана реклама көргенге, ал неде Ресейде мысалы $2 төленеді деген секілді. Сонда әр елдің тұрған жеріне байланысты. Себебі ояқта халықтың ақша төлеу алу деңгейі жоғары, олардың бәрі жақсы тұрады. Ал мысалы Қазақстанда білесіздер өздеріңіз, бізде біреу мұғалім айлық 150 000 болатын болса, Америкада
бір 2-3 мың доллар кем деген секілді. Мысалы қарапайым ғана мысалы жалпы айтқанда өмір сүру деңгейі. Одан кейін екіншісі ол жас ерекшелігіне ғана қарап та беріледі. Мысалы айтқанда сенің аудиторияң қаншалықты жас болатын болса, соншалықты аз ақша төленеді. Егер сенің аудиторияң жасы үлкен болатын болса, ол адамдарға ақшаны көбірек төлейді. Себебі ол адам жасы үлкен адам ақша төлей алады деген сөз. Сондықтан да соларға көбірек ақша төлеп, және соларды көбірек YouTube тартқысы келеді. Себебі ертең ана YouTube'ға өздеріңіз білесіздер, бағана пропустить деген рекламаны кішкентай балдар баспайды ешқашанда. Ол реклама тек қана ақшасы бар адамдар ғана саналы түрде ұнап қалса басады. Сондықтан да оларға маңыздысы ақшасы бар адамдар YouTube'та отырған өте маңызды. Сондықтан да соған үлкен мән береді. Осы жолы бар. Бағана монетизацияны айттым. Одан екінші YouTube премиум деген бар. Подписка бар ғой, жалпы YouTube'та без реклама көреді. Солардың сіздердің көрермендеріңіздің арасында сондай подписка жасаған адамдар болатын болса, солардан да ақша табу мүмкіндігі бар. Бірақ енді одан бір көп түспейді. Қазақстанға көп сәл оны пайдаланған атқанда жоқ деген секілді. Ол бір нәрсе. Одан кейін дәл осы екіншісі, одан кейін жарнама арқылы ақша табу. Мысалы, сіз егер танымал болған сайын, танымал бола берген сайын, мысалы айтқан кезде сіздерге неше түрлі компаниялар, сыртта компаниялар сіздерге реклама жасап берші деп келе бастайды. Мысалы айтқан кезде қазір вайнерлер білесіздер, неше түрлі суши, пиццаны, немесе ресторандарды, немесе бір эстоны деген сияқты соларды реклама жасап жүреді. Олар не үшін жасайды? Себебі олар ақша төленеді, себебі олар бренд қалыптастырғаннан кейін соларға ақша төленеді, себебі олардың просмотр көп жиналады деген секілді. Сол секілді егер сіздер просмотр көбейіп, подписчиктер көбейетін болса, сондай компаниялар сіздерге де жарнама жасатқыз, жарнамаларын сатып алуы мүмкін. Солай екінші жолы бар ақша табудың. Одан кейін үшінші жолы менің жалпы айтқанда ұсынарым, бұл жерде сен 1000 подписчик, 1000 көрілім болса да, 2000 көрілім болса да ақша таба аласың. Ол жолы ол бизнес канал деп аталады. Яғни бизнес канал. Артық ештеңе емес, бизнес канал. Мысалы айтқанда уролог Олжас Иманғалиұлы. Ол ешқандай да бір керемет бір ютубтағы бір вайн түсіріп, немесе бір көңіл көтеретін кітап ойнап, жайдарман ойнап отқан жоқ, бірақ көп адам көреді. Не істеп тек қана өзің білетін мамандығы уролог, сол уролог еркектердің денсаулығына байланысты ақпарат не істеп просто айтып беріп жатыр. И соның арқасында ол, мысалы, 1000 адам көре ме, 2000 адам көре ме, өзінің көрермендері жиналады. И сол ең соңында видеолардың соңының бәрінде менен жеке консультация алғың келетін болса, төмендегі номер тұр, хабарласып. Бұның әр консультациясы 10.000 теңге тұрады. Қазір еще оны тағы көтерейін деп жатыр. 10.000 теңге ойлаңыз, 1000 адамның кемі бір 10 адам хабарлассын, соны 5 адам сатып алсын, 10.000 теңге 5 адам сатып алса 70.000 теңге. Ашын консультациясын. Еще бұның тағы ғана консультация берген екен, кәдімгі бір ауру болып шығатын болса, оның емі кем деген жалпы айтқанда 1.000.000 теңгеге дейін барады екен. Жалпы бір адамды емдеу аурудың деңгейіне байланысты, мысалы 1.000.000 теңгеге дейін барады екен. Сол секілді әркім өзінің саласында маман болғаннан кейін осылай сіздер өздеріңіздің бизнестеріңізді ақпарат беру арқылы ақша таба аласыздар. Одан кейін бағана Аманжол бухгалтер бар, мысалы айтқан кезде, ол кісі де мысалы дәл солай ақша тапты. Несті қалай ақша тапты? Кәдімгідей бағанағыдай сіздер бағана Аманжол қалай тапты? Мысалы, видеолар түсірді, одан кейін қазір оған эсто, бағана неше түрлі тоолар, ИП-лар деген секілді, солар кәдімгідей менің документім жауап берші, менің бухгалтерім дұрыстап берші деп оған ұсыныс түсіп жатыр. Мысалы, қазіргі таңда өзінің аузынан естіп жатсыздар. Мінекей осылай табыстауға болады сіздерге үлкен, өздеріңіз тікелей, сіз ол кезде сіз ойбай көрілім, подписчик деп емес, чисто өзіңіздің аудиторияңыз 1000 адамға, 2 адамға жұмыс істейсіздер. Вот мен осы бизнес каналының артықшылығы. Алдағы уақытта ұзағынан тоқталатын болады, түсінікті ғой. Одан кейін фанат қалыптастырасыздар. Осы ютубтан сіздер өздеріңізге фанат қалыптастырасыздар. Фанат деген нәрсе, мысалы қараңыздаршы, фанат деген, мысалы, сіздер ертең ғана жұлдыз болған кезде, мысалы, қазір Қызылорда, Ақтау, Атырау, басқа жақтарға барған кезде сіздерді күтіп алатын, сіздерді фанаттаңыз, егер ютубта болатын болса, фанат қалыптасып, сөздерді любой жерде күтіп алатын адамдар пайдалы. Мысалы, Ұланда, мысалы, өткенде Шымкентке барған 100 адам қарсы алды, немесе неге барған кезде 200 адам қарсы алды деген сияқты, мысалы, Талғарға барғанда. Мысалы, қарапайым ғана, мысалы, немесе, мысалы, крупный айтатын болса, мысалы, біздің Ахметбек Нұрсейлан айтатын болсақ, ол кісі, мысалы, басқа қалаларға барған кезде, мысалы, кем дегенде 1000 адам оны күтіп алады. Біздің Ахметбек аға келді, анау деген секілді, мысалы, алдынан күтіп, суретке түсіп деген сияқты. Мысалы, фанат қалыптастырасыздар. Ертең фанатқа давай дейтін болсаң, давай, любой жерде сен қасында жүріп, енді өздеріңіз білесіздер, фан-клуб деген қандай болатын. Бұл да жалпы айтқанда сіздерді алдыға қарай жетелеуге, продвижение жасауға, басқа халыққа танытуға, басқа адамда танытуға үлкен фанат деген нәрсе, біраз нәрсе ғой.
соған үлкен көмек тиеді, түсінікті ма? Одан кейін сіздердің алатын нәрсе, төртінші нәрсе ол нетворкинг. Яғни нетворкинг деген нәрсе жалпы айтқанда қарым-қатынас. Сіз секілді мен популярный бола бастадым. Және мен басқа да жұлдыздар бар ғой, мен ғана емес. Мысалы сол жұлдыздармен мен солармен уже араласа бастаймын. Себебі сен де жұлдыз болдың, енді жұлдызбен жұлдыз араласа алады. Соларға байланысты сенде не бола бастайды? Сен олармен сөйлесе бастайсың. Олар енді не дегенмен деңгейлер жоғары ғой, солармен сөйлесіп, олармен қарым-қатынас орнатып, олардың білімдерін алып деген секілді жалпы айтқан кезде сенде қарым-қатынаста неше түрлі мықты адамдармен, былайша айтқан кезде қазақ айтады ғой, аға, жәке, көке деген нәрселер ғой, сондайлармен қарым-қатынас орнайды деген секілді. Ол бір нәрсе деген жалпы айтқан достарың көбейеді деген сияқты. Мысалы, осы күнге дейін өздеріңіз білесіз, бір мына кісімен бір сөйлессем екен деген секілді. Мысалы, бір жұлдызды армандап жүресіз, мына кісімен бір сөйлессем, бір суретке түссем, бір сағат сөйлесіп, ішімдегі бәріне сұрағымды қойып алсам, жауабын алсам деген секілді. Мысалы, әркімнің ішінде сұрақ болады. Егер сіздер популярны осылай танымал болатын болсаңыз, сол секілді жұлдыздармен смело кәдімгідей жүре сөйлесіп, кәдімгідей жасауға, себебі сіздердің терезелеріңіз теңеседі деген сияқты ғой, сондай нәрсе. Түсінікті ма? Нетворкинг, яғни ортаң өзгереді, жалпы адамның дамуына орта әсер етеді, сондықтан да орталарыңыз өседі деген сөз ғой. Табысты ортаның, жетістікке жеткен адамдардың ортасында жүретін болсаң, сен түптің түбінде жетістікке жететін. Сол сияқты нәрсе ғой. Бірақ адамның өзіне де байланысты. Одан кейін шығармашылық дегенде, одан кейін алатын нәрсеңіз шығармашылық. Былай қарағанда сіздер өздеріңіздің сүйікті қалайтын, ешкім сіздерді бүйтіп зорлап істеткізбейтін нәрсемен айналысасыздар ғой. Вот сіздерге өздеріңіз жаса десе де жасайсыздар, өз өміріңізге өздеріңіз қожайынсыздар. Қалаған сүйікті ісіңізбен айналысасыз, және шығармашылықпен кәдімгідей өздеріңіз бірдеңке ойлап шығарып деген секілді талай нәрсемен айналысатын боласыздар. Мінекей ютубтың осындай пайдасы. Түсінікті ма? Енді қашан табысқа шығам? Мына екі кісінің суретін не үшін көрсетіп қойдым деген сияқты, енді бәрінен сұрақ, көпшілігіңіз сұрақ, қашан табысқа шығам? Мен екі кісіні міндетті түрде суретті қойып қойып, сіздерге яркий пример болсын деп. Мысалы, біреуі трансформатордың YouTube каналының, жалпы трансформатор YouTube каналының иесі Дмитрий Патнягин, екіншісі Дневник Хача деген YouTube каналының иесі, атын толық білмейді, Амиран Сардаров, Дневник Хача. Мінекей осы екі жігіт не үшін көрсетіп отырмын сіздерге. Мысалы, Дмитрий Патнягин YouTubeқа кірген кезде, жалпы айтқанда 30 миллион рубльмен кірген екен бастапқыда, жалпы рекламасы, видеоларын түсіру, продвижение деген сияқты. Сол бастапқы уақытына осы 30 миллион рубльдей ақшасы кеткен екен, жалпы осы Дмитрий Патнягин жалпы айтқанда көресі 30 миллион. Енді сіздерге онша ақша төлеудің қажеті жоқ, онша ақша шығындану. Сен мынандай бір телефонмен де қазір жасауға болады. Бұл айтқанда қаншалықты YouTube'тың маңыздылығын сіздерге көрсеткім келіп тұр. Ал мынау Дневник Хача екіншісі қазіргі таңда просмотр подписчигі 6 миллиондай, қателеспесем, және просмотрлар 8-7 миллионнан жинайды, және қазіргі таңда ең мықты табысты ютуберлердің бірі. Бірақ бұл бастапқыда ең бірінші ашқан каналы, мынаның каналы жүрмеген, ешқандай да просмотр болмаған, ешқандай да подписчик болмаған. Енді сөйтіп жүріп, сонда өзінің темасы дейді, өзінің сүйетін нәрсесін тауып алғаннан кейін, сонымен айналысқаннан кейін, мінекей қазіргі таңда ең танымал ютуберлердің бірі болды. Сондықтан да сіздер ең басында болмай жатса, істеу керек, көп түрлі нәрселер жасау керек. Көптеген әрекеттер жасау керек, көп түрлі тактикалар жасау керек деген. Біз енді үйретеміз, қандай болмай жатса, ауыстырып былай жасап, бірақ по-любому жетуге болады. Сіздерге просто айтып жатқаным, мынау қарапайым ғана сіздерге бір мысал болсын деп. Түсінікті ма? Одан кейін андай қазіргі таңда америкалық бизнес мектептерде андай бір термин қалыптасып жатыр. 1000 фанат деген. Бана фанат не үшін айтамын? 1000 фанат. Қарапайым ғана. Егер сенің видеоңда бір миллион адам көрмей ақ қойсын, бір хотя бір 10 000 адам көрсін дейік. Мысалы, 10 000 адам көрсін дейік. Соның сенің 1000 фанатың қалыптасын дейді. 1000 фанат. 1000 фанатың примерно бір 1000 подписчигің болсын дейікші. 1000 подписчигің болсын дейік. Сол 1000 подписчигің, ойлаңыздар, 1000 подписчигің. Егер сенің бір өнімің кем дегенде 10 000 теңге тұратын болатын болса, 10 000 теңге тұратын. Мысалы, чехолды алайық, мысалы, 10 000 теңге тұратын болса, сол чехолды сенде фанаттарың, сен не айтсаң соны істейтін адамдар ғой. Сол фанатыңа, мысалы, сол өнімді сатып ал дейтін болса, сол 1000 фанатың егер сатып алатын болса, 1000 фанатың 10 000 теңгеден сатып алатын болса, ойлаңыздар қанша теңге? Просто қанша теңге? 10 000 теңгеден 1000 фанатын сатып алатын болса, 10 миллион теңге болады деген. 10 миллион теңге табыс. Немесе қарапайым ғана, мақұл, 1000 адам сатып алмай қойсыншы, 100 адам сатып алсыншы, 100 адам сатып алсын 10 000 теңгеден. Қанша 1000 теңге?
1 миллион теңге. Көрдіңіздер ме? Просто қарапайым ғана мысалда бүйтіп миллион просмотр қуалаудың қажеті жоқ. Ең бастысы қазіргі таңда көрілімге емес, бастысы сенің фанатқа, яғни өзіңнің аудиторияңа көңіл бөлуге назар аудару керек. Осы нәрсені естеріңізден шығармаңыздар. Біз қазіргі таңда просмотрдан гөрі осындай фанат қалыптастыруға жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы айтқанда, әрбір подписчигім өз жалғызым дейді ме? Әр қазақ өз жалғызым дейді, сол секілді әр подписчик менің жалғызым деген сияқты. Солай подписчиктеріңізді, адамдарды, подписчик адам ғой артында, соларды бағалап, солармен қарым-қатынас орнатып үйреніңіздер. Осы нәрсеге үлкен мән беріңіз. Түсінікті ма? Жалпы айтқан кезде сіздерге жалпы айтқанда қалай болады деген нәрсе айтып отырмын ғой. Енді үй тапсырмасы. Ютубтың қандай пайдасы бар, соны жазасыздар. Екіншісі, 1000 фанат деген не? Кәдімгідей жазасыздар, мысалы келтіріп тұрып өздеріңіз жағдайларыңызда. Одан кейін ақша табу көздер, бағана мен айттым, ақша табу көздер. Солардың бәрін айтатын боласыздар. Америка бүкіл әлемдегі емес, просто Қазақстанда сіз доступны болып тұрған реально ақша табу болатын 3 жолын айтсаңыздар. Жақсы ма? Осы қазір бүгінгі таңда осы бірінші сабағымыз, бастапқы сабағымыздың бәрі кіріспе, сондықтан да осы сабағымызды өткеніңізге рахмет. Енді осы үй жұмысын орындаңыздар. Енді келесі сабақта жалпы айтқанда YouTube канал туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Егер сабақ ұнаған болса, өздеріңізге әлеуметтік Instagram желілеріңіз, мен Instagram белгілеп, ұнаған болса қолдап, поддержка беріп қойсаңыздар, мен өте қуанышты болатын едім. Давайте, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.